Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай үй жағдайында жасауға болатын балмұздақ рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бананды езіп аламыз. Менде шамамен 5 банан. Ыдысқа салып бір-бірлеп езіп аламын. Бананның барлығын езіп алдым. Үстіне шекер салып, тағы жақсылап араластырамыз. Үстіне салқын сливки құямыз. Лимон шырынын құйып, жақсылап араластырамыз. Сұйықтығымызды бөлек таза ыдысқа құйып аламыз. 2 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Екі сағат болды, морозильниктен алдым. Енді араларын жақсытып босатамыз. Тағы да 2 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Балмұздағымыз дайын. Осындай вафельный стаканчиктерге балмұздағымызды орналастырамыз. Мынадай стаканчиктер магазинде сатылады, немесе үйден пісірсеңіздер болады. Осындай ыстық күнде үйде пісіріп балдарыңызды қуантыңыздар. Банан балмұздаққа ерекше дәм береді. Назарларыңызға көп рахмет.